Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен екі заттан тұратын қаттаманың оңай түрімен бөлісетін боламын. Біз ыдысымызға бір қасық тұз, бір стакан суымызды құйып, ұнымызды салып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр илейтін боламыз. Осылай жылтыратып, әдемілеп ең қанғанша иі қанғанша 20-25 минут тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөлдім. Бөліктерімізді осылай дөңгелетіп алып, тағы да 5-10 минут демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, осындай жұқа етіп жаятын боламыз. Үстіне сары май жағамыз. Осылай жұқа етіп жайайық, қатты көп жағудың қажеті жоқ. Осылай конверт ұзатып орайтын боламыз. Әр ораған жерімізге сары май жағып отырамыз. Осылай қамырымыздың бәрін дайындап аламыз. Енді осыны оқтаумен бір жүргізіп өтеміз. Қатты баспаймыз. Тек жай ғана бір жүргізіп өтеміз. Осы кезде табамызды қыздырып аламыз. Табамызды бір қыздырып, астын жай қоямыз. Себебі қатты отқа күйіп кетуі мүмкін бірден. Осылай сары майды жағып табаға. Жаңа дайындап алған қаттамаларымызды пісіретін боламыз. Бетіне сары май жағамыз. Не өзі осындай воздушный болып көтерілетін болады қаттамамыз. Қараңыздар, қалай көтеріліп жатыр. Ортасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Толығымен пісіп шығады. Екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Тағы бір көрсетейін. Осындай болып көтеріліп, воздушный болып күшті болып шығады.
Достар, видео ұнаса, маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Не осындай күшті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат.